Semi, tepmаған tep, жолым ашық. Білемін, көріп тұрмын. Дайын болсаң теп, Семи. Жақсы, Грек, сағатсызге қараңдар. Аяқпен айналдыру. Мінекей. Олардың бұнысы несі? Әй, допты тебесіңдер ме жоқ па? Бізді ұмытып кеттіңдер ме? Саған тептім, Семи. Қақтым. Біраз ойнап қайтарып берем. Бұлай алдаймыз. Екеуі ғана ойнап жатыр ма? Бізге де доп керек. Керек пе, онда келде ал. Солай ма? Жақсы. Допты алғың келе ме? Қақты olsa. Қақтым. Оған бөгет жасайым, Сәмеге бар. Бізде допты алу оңайға түспес. Біз мықтымыз. Қане Грек, алға. Доп қақпаға тебілді. Гол! Бізге ешкім тең келмес. Дұрыс айтасың, досым. Достар, мұны мен не айтпақсыңдар? Не дәлелдегілерің келеді? Сәми екеуміз келесі аптада болатын еркін стиль сайысына дайындалудамыз. Бұл әдісті жоғалған доп деп атаймыз. Жоғалған доп па? Қызық. Сиқырлы әдіске көбірек ұқсайды екен. Дұрыс, айтқымыз келгенде сол. Мұндағы ойымыз қарсыластарымыз допты көрмейтін болады. Ойларың жүзеге асты. Қане Грек, жалғастырайық. Бұдан да жылдамырақ болуымыз керек. Ей, тоқтаңдар! Қазір жаңа ережені жариялайық. Болаға ешкім ұнатпайды. Егер барлығымыз бір уақытта жиналмасақ, бізді жазалауы мүмкін. Білеміз. Енді жетпеген осы еді. Тағы да айтсаң болады. Жақсы Зара, қане теп. Дайынмын. Оны қазір көрерміз. Олар не істегелі жатыр? Сәлем, Дельторо. Ойынға дайындалып жүрсіңдер ме? Айып добын тебудеміз. Қане теп. Дайын тұр. Тигізбедің. Бәрекелді қарындасың. Жарайсың. Айтқанымдай жаман болмады. Жолың болды. Солай ма? Бруно, көрсетші оларға. Әлбетте, допты бер, анықтап қара. Міне. Бұл жолы қақпаға жібермесмін. Мәссаған. Сонымен Джой, бұған не айтасың? Ештеңе. Мынау керемет әдіс екен, достар. Көкеміздің үйде бильярд тақтайшасы болған. Ол бізге бильярд ойнауды үйреткен еді. Сосын сол әдісті футболға да қолданып көруді ұйғардық. Бұл не? Кешіріңдер, телефоным ғой. Ереже ұсынатын уақыт болды. Табылған ақыл, е? Менің соңғы күндері кешікпей жүргенімді байқадыңдар ма өзі? Жоқ. Жарайды, ережен жариялауға түгел жиналдыңдар ма? Сәми мен Грег әлі келмеді. Олар әлі жоғалған добына дайындалып жатқан болар. Жоғалған доп емес, өздері сияқты ғой. Ештеңе айтпайды. Егер олар келмесе, біз ойнамай-ақ жеңеміз. Оның рас. Солай. 2 минут күте тұрайық. Оларды іздеп келгенімді. Жарайсың, Сәми. Қайда төптің? Ақылдарыңнан адасқанбысыңдар. Сендердің кесірлеріңнен ойнамай-ақ жеңіле жаздадық қой. Дұрыс айтады. Бәрекелді. Соншама не болды? Үлгердік қой. Жақсы, Дельторо, ұсыныстарыңды айтыңдар. Айт. Алдымен бір қабырғаға тигізіп барып, сосын қақпаға доп тебілу керек. Сол гол есептеледі. Сонда тікелей салынған гол есептелмей ме? Әрине. Оп-оңай. Оп-оңай дей ме? Өте қиын секілді. Дельтороның дайындығын көрдік. Олар бұл әдісті жақсы меңгерді. Уайымдамаңдар. Лепсіге Жаңа рахмет. әдісімізбен ешкімнен де жеңілмейміз. Солай. Ұсынысты Сонымен қабылдаймыз. қай алаң таңдадыңдар? Негізі басқа алаңды ойлап тұрмыз. Басқа алаң ба? Жер үсті метросының шатырын таңдадық. Жарайды. Мұны күтпеген едім. Бірақ онда қауіпсіз болғандықтан абыржуға еш себеп жоқ. Таңдаған алаңдарын қабылданды. Онда ертеңгі ойында кездескенше. Сау болыңдар. Ұсынысты ерте қабылдап қойған жоқпыз ба? Не айтасыңдар? Жоқ, ойланатындай қиын ұсыныс емес қой. Қане Грек, қалада тез тебуіміз керек. Дельторомен тең түсу үшін дайындығымыз мықты болу керек. Өздеріне қатты сенімді. Мықты дайындалған. Ол әдіске дайындалу үшін бізде аз ғана уақыт қалды. Уайымдамаңдар, қыздар. Бұл тығырықтан шығаратын керемет ойым бар. Сәлем. Сәлем так. Сәми мен Грек сендермен бірге емес пе? Олар қайда кеткен? Әлгінде ғана келе жатқан секілді. Сәми, Грек. Қайдасыңдар? Сендерді күтіп тұрмыз. Осындамысыңдар? Грек, Сәми. Қызық екен, олар үштігейлі жоқ. Қане Грек, маған бер, дауыс естіп жатыр. Барып жағынап көрейік? Қане көрейік. Жақсы, тағы да бір рет, сен баста. Сальто, допты айналдырамыз. Саған тептім, Сәми. Мінекей. Жақсы, қайтарғанымды күт. Тағы да гол. Тамаша үйреніп қалдық. Жаңағы дайындығымызды көрдіңдер ме? Екеуің әбден ашуымызға тидіңдер. Сендерді іздемеген жеріміз жоқ. Топтың мүшесі екендеріңді ұмыттыңдар ма? Сендер үшін енді топтың маңызы жоқ па?
айтып тұрмын ғой. Тобымыз үшін жоғалған доп әдісіне дайындалып жатырмыз. Еркін стиль сайысына дайындалып жатырмыз десеңдерші. Я, ол да бар, бірақ бұл әдіс тобымыздың жеңіске жетуіне көмектеседі. Қалай, екі ойыншының ғана қатысумен бе? Сонда Инес екеуміз сендердің сиқырлы әдістеріңді тамашалап тұра береді деп ойлайсыңдар ма? Қыздар дұрыс айтады. Дәл қазір уақыттарыңды сайыстарыңа арнамауларың керек. Ертеңгі ойында допты қақпаға дәл тигізуге дайындалғандарың жөн. Ал дайындықты бастайық, кәне. Допты алдымен қабырғаға тигізу арқылы қақпаға гол салуға тырысайық. Кәне, кірісейік. Сәми, баста. Дайынмын? Жарайды, қараңдар. Я, қарадық, ал сен мүлт кеттің. Көзілдірігімді жалға берейін ба? Я, қалай тебетіңді көрер едім. Енді мен. Әй, Грег, қақпа мына жақта емес, ана Я, жақта. ол дұрыс айтады. Өте күлкілі. Допты жоғалта аласыңдар, бірақ қақпаға дәл тигізе алмайсыңдар. Жарайды, Инес, сені байқап көрейік. Жаман емес, Инес. Жақындадың. Жақсы, Луна, енді өнеріңді көрсет. Ой, кешір Сэмми. Нетке қиын ереже еді, қолымыздан келер емес. Біраз бұрын Грег екеуің бұл ереже оп-оңай дегендерің қайда? Я, солай, абыржымас үшін айтып едім. Кәне, бос сөзді қойып дайындықты жалғастырайық. Жоқ, мүлт кеттің. Әйтеуір бір жерге болсын, дәл тигіздің. Жақын қалдың, Инес. Тоқта тигізе алам. Бәрекелді, Джой. көрдіңдер ме? Қақпаға дәл деп тептім. Жарайсың, Инес, гол салуға мүмкіндігің бар. Осы жолы барынша тырысам. Гол салдым. Гол. Я, жарайсың ана. Я, сәтті. Жоқ, енді мен теп Я, көрейін. көрсет оларға. Мінекей. Мүмкін емес. Жоқ, Грег тағы да мүлт Дұрыс кетті. деп алмайды екенсіңдер. Көрсетіп жіберейін. Бірақ Неткен мықты еді. сен алар емеспін, гол сала алмадым. Мен де ашуым келіп тұр. Жақсы, үзіліс жасағанымыз дұрыс болар. Қарсылығым жоқ. Ұлдарға қарағанда қыздар қақпаға дәл тигізуде. Жоспар бұлай болмақ. Қақпаға допты қыздардың тепкені дұрыс. Қалай қарайсыңдар? Грег екеуміз біраз дайындалсақ, қолымыздан келері анық. Иә, бірақ ойын ертең болады. Уақытымыз өте тығыз. Таптым. Барлығы геометрияға қатысты екен. Не дейсің? Я, тыңдаңдар. Телефоныма қай қабырғаға допты тепсең, қақпаға сол салалуды тура есептеп беретін бағдарлама енгізіп алғанмын. Соның арқасында бәрін біліп отырамын. Жоқ, расымен де солай жасай аласың ба? Әрбір тебілген доптың сызық бойымен жүретін жылдамдығы және арақашықтығы болады. Ойын барысында тек алаңды суретке түсіремін де қоямын. Бағдарлама дәлме-дәл бұрыштарды есептеп береді. Ал сосын... Дель Торо мен Пол мұны ойын барысында қолдануыңа рұқсат бере қоймас. Неге болмайды? Себебі экстремалды көше футболының заңы бойынша рұқсат жоқ. Ұмытыңдар, жақсы ойлап таптым ба деп едім. Бірақ егер қақпаға гол салдырмауға көмегі тиер болса, мұны дайындық кезінде қолдансаң болады негізінде. Қолдан көрейін. Сәми, Грег, екеуіңнің міндеттерің Инес пен Лунаға гол салуға ыңғайлы етіп, допты теуіп бересіңдер. Олар қақпаға дәлдеуге тырысады. Я, білемін, түсінікті. Грег, маған деп тамаша мүмкіндік. Я, жарайды, қап. Қап, мүлт кеттім. Я, жақсы болмады. Жарайды, Лунаға теуіп көр. Допты көріп үлгермедім. Бәрекелді. Іш пыстырарлық меніңше оның жолы болды. Я, мен де солай ойлаймын. Кәне әрі қарай жалғастырайық. Маған қарай теп. Жоғалған доп әдісіне дайындалайық. Жақсы, оларға көрсетейік. Міне, жақсы. Біраз аяқтарымызды айналдырып. Тағы әлгі әдеттеріне басты. Олар тағы бастады ма? Секіреміз сәлті жасап, допты айналдырамыз, міне. Қап, мұны қалай түсінеміз, допты Лунаға теп. Кәне, не қылғаның бұл? Қағыла Сәми. Қақты. Естіп тұрмысыңдар. Саған тебемін. Үйреніп қалдық, енді бар болғаны қақпаға гол салу, онша қиын емес екен, ha? Оның рас, бізге тек қақпаға дәлдеу керек. Сонда бәрі де жақсы Бұлай жалғасқанын қаламаймыз так. Егер олар топпен бірге ойнағысы келмесе, Дель Торо мен екеуі ғана ойнасын. Я, жоғалған доптарыңа әбден тойдым. Біздің тамаша әдісімізді қызғанғандықтан солай айтып тұрсыңдар. Мойындасаңдаршы. Не? Қане мойындандар. Жақсы, тынышталыңдар. Менің бір жоспарым бар. Бәріне ұнайтын шығар. Жоғалған доп әдісін қыздарға да үйретсеңдер қайтеді. Сосын екеуің ғана емес, төртеу болып ойнайсыңдар. Жоқ, бұл өте қиын әдіс. Сосын біз мұны 2-ақ секундта үйреніп алғанбыз. Күлкімді келтірмеш. Бұл әдісіңді көзімді жұмып ақ жасай алам. Я, мен де оп-оңай жасай алам. Төртеуміз бірге жасап көрейік. Жоқ, бұл әдісті біз Грег екеуміз ойлап таптық. Сонымен қатар бұл құпия әдіс. Я. Ал біз ше? Бізге еш қатысы жоқ па? Сонда біз топтың мүшесі емеспіз бе? Я, дәл солай. Білесіңдер ме? Құпия әдістеріңе дайындала беріңдер. Ал біз бұл жерден кетеміз де өзіміз ақ дайындала береміз.
Иә, сонда сендердің мазаларыңды алмаймын. Жарайды, кездескенше. Сау болыңдар. Күтіңдер мені. Ей, тоқтаңдар достар. Так, оларға бірдеңе десеңші. Менің айтарым мынау, бәріне екеуің кінәлісіңдер. Қыздардың дайындықты тастап кеткендеріне әлі таң қалып тұрмын. Мұнысы дұрыс емес. Иә, өзіңдікі де дұрыс болмады. Барлық уақытыңды әлгі жоғалған доп әдісіне дайындалумен өткіздің. Тіпті тобыңмен ол әдісті бөліскің де келмеді. Иә, айта тұр. Жоғалған доп дей ме? Ол не тағы? Доппен жасалатын керемет әдістер жинағы. Түсінбедім, онда неге өз тобыңмен бөліскің келмеді? Себебі ол құпия әдісімізді ешкімге айтпауымыз керек. Иә. Құпия әдіс пе? Грег екеуіңнің асханада жасаған әдістерің бе? Жоқ. О, торт керемет екен. Ириза әпкенің торты ма? Тәттісін Тағы да біреуін жесем бола ма? Міне, үлкен бөлігі. Тамаша. Мұның дәмі әдеттегіден өзгеше екен. Құрамына аздаған ваниль қостым. Бұрынғысынан да дәмдірек болыпты. Иә, Элизамен дайындау әдістерімді бөлісіп, бұдан да жақсарта түспекпін. Табылған ақыл екен. Ары қарай жалғастыра бер. Жақсы енді, құпия әдістеріңмен бөлісуді түсінген боларсың. Жақсы ой емес пе? Әрине, тағы жесем бола ма? Қалды ма? Қай жеріңе сидіратыныңды білмеймін. Рахмет, Біраз анашым. бұрын Инес пен Лунаға бұлай айтпаған едің ғой. А? Грег екеуің жоғалған доп әдісін бөліскілерің келмеген еді. Егер Элиза өз әдісімен бөліспегенде, қазір мына дәмді тортты жемес едің. Сөздеріңнің жаны бар. Тәбетіңді жоғалтып алмаған шығарсың. Қыздар әлі де ренжіп жүр деп ойлайсың ба? Ол жағын қазір кездескенде көрерміз. Білесің бе, айтқандарыңның бәрі дұрыс. Жаңа әдістерімізді оларға да үйретуіміз керек еді. Тым өзімшіл болып кет. Шешімді өздері қабылдай жатар, бірақ Грег екеуің топтан кешірім сұрасаңдар кешірер. Естеріңде болса, Джоуиға да әділетсіздік жасадыңдар. Оның рас, кешірім сұрау керек. Қане Луна тек. Жақсы, мынаны қабуға дұрыс. Қақтым, тағы да байқап көр. Әй, бірлік дайын шығарсыңдар. Иә, қане тек! Иә, біз мықтамыз. Тепкеніңнен де жоғарырақ теуіп көр. Доп тура маған келуі тиіс. Жүзеге асу керек. Қане, қолдарыңнан келеді. Иә, егер солай десең. Иә, жарайсың. Атыма сенім дедім. Инес, Луна. Сендермен сөйлесуіміз керек. Біз сендерден... Дайындалып жатырмыз ғой. Ренжімесеңдер кедергі келтірмеңдер. Бірақ Ойынның біз... басталуына аз ғана қалды. Кеше сендердің кесірлерінен уақытты жоғалттық. Бізді жайымызға қалдырыңдар. Тоқтаңдар, біз сендерден кешірім сұрауға келдік. Бізді тыңдауға уақыттарыңды қимасаңдар, онда өздерің біліңдер. Иә. Кетті, Грег. Кешірім сұрауға дейді. Сендерге кешірім сұра деген ешкім жоқ. Қайырлы таң. Қайырлы таң бол. Барлығың түгел жиналған сияқтысыңдар. Иә, Дель Торо, бірлік орындарыңа барыңдар. Кеттік, Дұрыс, Луна. ара қашықтықты сақтаңдар. Естеріңе сала кетейін, бүгін біз жаңа алаңда, яғни жер үсті метросының шатырында ойнамақпыз. Дель Тороның қақпасы шатырға кіре жақ болады. Ал бірліктің қақпасы соған қарама-қарсы жақтағы метроның астындағы екі бағана. Дайсыңдар ма? Доп лақтырылды. Бастадық! Есмен қап! Маған теп жолым ашық. Қақ қарындасым! Луна, оған бүгін жаса! Қане Есмен, гол сал! Дәлдеп тегізді, гол есептелді. Жарайсыңдар. Дель Тороның еншісінде бір ұпай. Грег, саған лақтырдым! Маған теп. Қане Грег, көрсетейік! Қақтым! Менікі! Жоқ, кешір Бруно! Жақсы, бір, екі. Инес, Луна, алаңда болуларын керек емес пе? Мұнда не істеп тұрсыңдар? Аналар ғой, өздерінің әдістерін жасап жатыр. Бізбен ойнағылар келмейді. Иә, өздері ойнай берсін. Алға! Міне, Сэмми! Қақтым! Сара бүгін жаса! Бізге қарап тұруға тура келеді. Кешір, бізге бірақ қарап тұруға тура келеді. Ал енді қақпаға ақырғы доп беріледі. Қақ, Грег! Қайтарға теп! Тамаша, қақтым! Қаба шума тиді! Алға, Грег, қақпаға теп! Мінекей, гол! Ойын шарты бұзылды! Гол тікелей салынды, сондықтан есептелінбей! Гол салдым деп ойладым. Қап, ережені ұмытып кетіппін.
Ойын жалғасуда. Қақ Зара. Бәрің шабуылға шығыңдар. Бөгет жасайық. Қараңдар қыздар, сендерсіз олар ойнай алмайды. Зара тек. Саған тептім. Джоуи сақ бол. Алақай! Дәлдеп тебілді. Гол есептелінеді. Дель Тороның еншісінде 2 ұпай. Әрине олар гол соғады. Қорғаныста ешкім жоқ. 3 ойыншымен ойнай алмаймыз. Жақсы қыздар, алаңға қайтыңдаршы. Білмеймін, қалай ойлайсың, Инес? Олар ойнауымызға мүмкіндік беріп жатыр. Әрине, келіңдер. Қазір бәрі өзгереді. Қақтым. Сәми, дайынсың ба? Мүмкін емес. Инес, қақ! Саған тептім, есменен сақ бол. Уайымдама, ол үлкен, бірақ одан қорықпаймын. Ал енді, маған қара. Сен елайсың. Олар Луна! әдісін жасады. Бұлай жасай алмайсыңдар. Бұл әдіс біздікі. Жоқ, олай ойламаймын. Солай ма, бұл қауре болма. Қақ сені де. Зара қорғанысқа қай. Луна, қақ! Инес, ортаға қарай шығам. Зара топты алып қой. Жақсы қазір тебет. Жоқ, сен алмаймын. Дәлдеп тебілді. Гол есептелінеді. 2-1 есебімен Дель Торо алда келеді. Сонымен қалай екен? Ұнады ма? Ойын жалғасуда. Я, бірақ жүзеге асырдым. Не? Кәне, тағы бір рет қол салайық. Иә, саламыз. Әдісіміз ғой. Бірлік, ойынға қосылыңдар. Осы да жетер. Қорғанысқа барайық. Дәлдеп тегісі өте оңай. Кәне, Зара, бұл гол сенікі. Жарайсың қарындасым. Гол салды. Ережеге сәйкес салынды. Гол есептелінеді. Бірінші айналым бітті. Дель Торо 3-1 есебімен алда келеді. Қыздардың кесіріне жеңілдік. Қорғаныста болуларын керек еді. Сонда қалай? Біздсіз ойнағыларың келді. Неге бізге де солай жасамасқа? Жоғалған доп әдісімізді ұрлап алдыңдар. Қатты дайындалып едік қой. Бұларың дұрыс емес. Біздің әдісіміз болатын. Не, біздің әдіс. Бұл әдіспен гол соққан біз. Иә, айтпа. Сәми секілді ережені ұмытып тікелей гол салған жоқпыз. Күлкіден жауылам. Ағайдың голын санамағандағы түрі есіңде ме? Сендерге күлкілі шығар қыздар. Бірақ маған емес. Тобымыз 2-ге бөлінген сияқты. Дель Тороны есептегенде мен 9 адамға қарсы ойнап жатқан секілдімін. Бұлай болмайды ғой. Джой дұрыс айтады. Әрекеттерің өте күлкілі. Бір сұрақ қойын сендерге. Сендерге дауласқан ұнай ма әлде ойында жеңген ұнай ма? Қайсысы? Енді... Ойында жеңген? Иә, әрине. Ал сендерге? Иә, ойында жеңгеніміз... Онда жақсы екен, бірақ не болып қалды, Сәми? Олардан кешірім сұрағалы жатыр едің ғой. Бірақ олар бізді тыңдағысы келмейді. Ол кезде дайындалып, қолымыз тимей жатқан. Сендерді тыңдайтындай күйде емес едік. Себебі кешеден бері өзімізді топтың мүшесі ретінде сезінбедік. Сендер үшін жоқтаймыз. Дұрыс, жаңа әдісімізге көп көңіл бөліп, топты ұмытып кеткен сияқтымыз. Кешірім сұраймыз. Иә, біз де кешірім сұраймыз. Сендермен ерегеспеуіміз керек еді. Ақымақ болыппыз. Кешіріңдер. Мінекей, қалай оңай екен көрдіңдер ме? Қане кеттік. Әдісімізді төртеуміз бірге ойнауға. Қалай қарайсыңдар? Жеңуге бар күшімізді салайық. Дель Тороның сасайын береміз. Екінші айналым. Есме, Грекке бар. Инес, қақ. Көрерсің, саған бөгет жасай. Солай ма? Луна! Сәми, қақ! Бара жатырмын! Жоқ, әуре болма. Грек, қақ. Луна! Міне! Инес, ортаға қарай. Иә. Болмай қалды. Ай, мүлт кеттім ау. Уайымдама, келесі жолы қақпаға қыздар тепсін. Бізге қарағанда олар жақсы тебеді. Я, оның рас. Қане қыздар, бақылерлерімді көрсетіңдер. Дәл тиді. Жарайсың, Гол есептелінеді. 3-2 есебімен Дель Торо алда келеді. Рахмет. Бұны қақ. Жарайсың, қайта тептім. Зара қақ. Гол сала аласың. Бәрекелді, Джоуи. Қақ, Грек. Инес, жүгір. Жоқ, мүмкін емес. Гол есептелінеді. 2 топ тең түсті. 3-3. Алға, Сәми! Айып, бірлік еркін топ тебеді. Ойынның соңғы минуты. Еркін топ теуіп гол салуымыз керек. Иә, бірақ қалай гол саламыз? Денелеріне қараш. Иә, қақпаны көре алмаймыз. Ай, достар, мен теуіп көрейінші. Қақпаны есептеп, қалай және қайда тебу керектігін білемін. Қалай ойлайсың, так? Олар қалай тебетінімді мүлде білмейді.
мүмкіндік бергеніміз дұрыс шығар. Бірақ өзіңе сенімдімісің, Джоуи? Сенім арт. Жаңа бағдарламаның арқасында дәлдеп тегізудің шебері болған сияқты. Оның рас. Қазір шебер боламын, көресіңдер. Саған сенеміз, Джоуи. Алға, Джоуи! Әне, Джоуи! Алға! Джоуи, нені күтіп тұрсың? Я, Джои, жарайсың. Дәл тиді. Ережеге сай, гол есептелінеді. Бірлік 4-3 есебімен жеңіске жетті. Сонымен әйгілі әдісің қандай, Джои? Қалай жүзеге асыруға болатын айтсаң? Иә, көкемізбен бильярд ойнағанда бір кәдесіне жарармыз. Қуана-қуана айтамын. Сендердің жақсы қасиеттерің, әдістеріңді басқа адамдармен бөлісетіндерің. Оның рас. Тортты бөліскенмен тең екен. Иә, солай. Торт па? Торттың не қатысы бар? Өзің ойлашы, егер торттың құрамын біреумен бөліссең, ол оны одан ары жақсартып, дәмдірек дайындай түседі. Иә, егер сен өткен түндегі Элиза әпкенің тортын бөлісуді айтып келе жатсаң, білмеймін. Оны тек өзің ғана жеген сияқтысың. Иә, бірақ... Сэмми!